Өмірдің мәні не? Айналаңа қызмет етіп көмек көрсету. Өмір бойы сүйіп махаббатыңды төккің келетін адамды да таңдай біл. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңді бақырайтып қойып айтылатын бетстердің өтірігі және статистика. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Өмір еш қашан шешуі таусылмас жұмбақ. Ешкім шығара алмас қиын есеп. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Өмір сүрудің 2 заңын білген адам бақытты болар. Бірі, не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі, кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Мен соңғы 33 жылымда таңертең айнаға қарап, өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Жас кезде қателесуден қорықпалық, қайта солардан сабақ алалық, қартайғанша қателесумен өмір өткізуден сақтасын. Шынайы өмірде ішкі проблемалармен бетпе-бет келген кезде дін жайлы білімдерінің адыра қалып түкке тұрғысыз болып көрінеді. Терең су жай ағады, ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Егер дұрыс пайдалана білмесеңіз, өмір ол айтарлықтай ұзаққа созылатын нәрсе. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Өмір шыңға шыққанымен бірдей, асықпай шықсаң зымырап түсесің. Біздің өміріміздің 2 жағы бар. Болған жайт және есіңе түсіргің келмейтін жайт. Беттің әрі кеткен соң қырмызы киіп не керек? Бұл өмірдің мысалы кешегі көрген бүгін жоқ, ұшып кеткен көбелек. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп өмір өзен ағысын өзгертпейді. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Өмір теңіз, тағдыр кеме, ал кемең суға батпас үшін өзің капитан болуың керек. Тағдырдың қожасы тағдыр, адам оның құлы. Бір жақсы қасиетіңді толық көрсетуге, жақсы қасиеттің көптігі кедергі келтіреді. Өзінде барды өзгелерге бере алмайтын адам, өзгелер де барды көре алмайды. Ештеңені жүрекке жақын қабылдама. Жақын қабылдасаң, жадыңда ұстаған келеді. Жадыңда ұстаған жаныңа ауыр тиеді. Уақытты өлтіру үшін көздеудің де қажеті жоқ. Өзгелерге пайдалы адам мәндірек, өзіне пайдалы адам ұзағырақ өмір сүреді. Әр адамның өмірінде бақытты және бақытсыз болуы, табысты және табыссыз болуы өз қолында. Өткен өмірдің берер сабағы, үлгі өнегесі көп ақ, бірақ оған қорытынды жасап ойланбаймыз.
Өмірде әр нәрседен хабарың болса да, адамның мінез құлқын білмей кетесің. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық, оны кей пенде сезінеді, кей пенде сезінбейді. Тіршіліктің әр күнін бақыт деп сана. Өмір ғажап білгенге, бәрі асылдан адамның. Жақсы, жаман демегін, жаман дегендеріңнің көрерсің бір күн көмегін. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Адам керуен, өмір жол. Өмір егер ащыны бермесе, тәттіні білер ме едік? Тәттіні бермесе, ащыны білер ме едік? Егер ұзақ өмір сүргің келсе, онда ұнтақталған грек жаңғағы аралас балды үзбей жей бер.